Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тілдің реңіне қарай қандай ауру екенini, қандай жағдайда, мысалға, іш қатып қалса да, іш қатты өтіп кетсе де, бауыр ауырса, өт ауырса, тілдің реңінен білсек болады. Например, мен өзім Өзбекстанның қызымын. Өзбекстанда бұрындары біздер оқыған кезімізде тілге қарай ауруды анықтаймыз деп айтатын еді. Сосын дәрігерге баратын болсақ, біздер обязательно аузыңды аш, тіліңді көрсет, былай дейтін еді ғой. Деші дейтін еді, деп тіліміз шығаратын еді. Соның реңіне қарап, аурудың қандай ауру екенini айтып беретін еді. Енді қараңыздар. Мысалға, ашық қызғылт аздап ылғалды, үстінде жұқа ақшыл қақ бар бол денсаулықтың жақсы екенін білдіреді. Егер тіліңіз жұқа қызғылт болып, әдем болып тұрған болса. Например, менің денсаулығым мықты, қараңыздар, Енді ашық боз немесе ақшыл қан аздық болса, бұл анемия, әлсіздік, дәрумен жетіспеушілігіден болады негізі. Егер қызғылт денеде қызу бар, қабыну процесі жүріп жатқан болса, асқазан ішек ауруларына тән болуы мүмкін. Егер, қараңыздар, тағы бір несін айтайын, көкшіл немесе күлгін рең болса, қан қоюлығы деген сөз бұл. Организмде тромб бар деген сөз да болшы, қан жүрмейді. Давление да содан келіп шығады. Давлениясы бар адамды көбінесе байқасаңыздар, егер тіліні, өздеріңіздің давленияларыңыз болса, тіліні көрсеңіздер, кәдімгідей күлгін түсте болады. Көкшіл немесе күлгін рең қан қоюлығыны білдіреді дедім, Егер қатты қызыл қою болатын болса, бұл уже жүректе жүрек қан тамырлары қысылған деген немен болады. Қою қызыл болатын болса ше. Сосын көкшіл болатын болса, көкшілде болады ғой, көкшіл, күлгін рең болатын болса, қан қоюлығы деп айтты ма жаңа, Сары рең болатын болса, бұл өт толған, өт қабы толған, ас қорыту қиындалып жатқан жағдайда дәл сондай болады. Сосын бауыр сарғайған болады, егер сары болатын болса. Егер қара немесе қоңыр болатын болса, бұл уланған болады. Например, отравление кезінде ашыған тамақ жейміз ғой, организм уланған деп есептеледі. Сол кезде уже отравление болған кезде, әсіресе ашыған тамақтан, тағы нелерден болса болады. Мысалға, егер байқаусызда бір ара шақса да, бұл уланған деп есептеледі. Организм уланған деп есептеледі. Сол кезде уже қаралау, қоңыр рең болады тіл. Қараңыздар, тілдің реңіне қарап, қандай уже аурулардың түрін білсеңіздер болады. Егер тіліміз кәдімгідей, не десем екен, ашық қызғылт болады, ашық, сарыға да жатпайды, басқаға да жатпайды. Ол уже аяқ қол ауырып жатқан деп есептеледі. Ауруды тура осылай қылып байқасаңыздар болады, тілдің реңіне қарап. Ал менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздерге керекті видеолар бар. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.